Құрметті менің каналым оқырмандары, каналыма қош келдіңіздер. 6-шы сынып 73-ші есеп, 1-4-4-ші параграф, пропорцияның негізгі қасиеті. Осы тақырыптағы есептерді түсіндіретін болам. Каналға жазылуды ұмытпаңыздар, достарыңызға таратыңыздар. Бірінші есепте пропорцияны жазыңдар дейді. Енді бұл жерде бірінші есепте бізде 16-ның 20-ға қатынасы 8-дің 10 қатынасындай дейді. Осы қатынасына тең дейді. Яғни біз бөлшекті, бірінші бөлшекті 2-ге бөлетін болсақ, алымында бөлімінде бөлетін болсақ, онда бізде 8-дің 10-ға қатынасы шығатын болады. Екінші есеп 4,2-ні 6-ға бөлеміз. 1,4-ті 2-ге бөлеміз. Алымында бөлімінде 3-ге бөлетін болсақ, 2 қатынас өзара тең болады екен. Үшінші есепте бөлшек сығымсыз қояйық. 1,5-тің 3,5-ге қатынасы дейді. Бұл бізде 6-ның 14-ге қатынасындай дейді. Яғни алымында бөлімде 4-ге көбейтетін болсақ, мына келесі теңдіктен кейінгі бөлшекке тең болады екен. Төртінші есеп. Бізде төртінші есепте 3 бөлінген 4-тің 6-ға қатынасы 2-ден 1-дің 4-ге қатынасы дейді. Бұл жерде біз мына берілген бөлшекке кішкене түрлендіру жасайық. Бірінші бөлшек сол күйі тұрады, екінші бөлшек кері ауысады. Кез келген бүтін санның астында 1 бар. Ауысқан кезде алттан 1 болады екен. Теңдік жазамыз. 2-ден 1, келесі бөлшекте дәл солай 4-ден 1 болады екен. Енді қысқаратындар бар ма? Іздейміз. Немесе алымына бөліміне көбейтсек те болады екен. Ал бастап көрейік. Алымына көбейтсек 3 болады, бөліміне көбейтетін болсақ 24 болады екен. Ал келесі бөлшекте бізде 8-ден 1 болады екен. Сонда мына берілген бөлшекті 3-ге бөлетін болсақ, 8-ден 1 бөлшегіне тең болады екен. Келесі 74-ші есеп. 74-ші есепте бізге қатынастардан пропорция құрыңдар дейді. Енді бұл жерде қай пропорциялар тең екенін табуымыз керек. Бірінші есепті жазайын. Бізде 8-ден 32 деген бөлшекке бізде мына берілген бөлшек тең екен. Мына 2 бөлшек өзара тең болып тұр. Жазып қояйық. 4,8-дің 1,2-ге қатынасы. Келесі бізде екінші бөлшекті жазайық. 7,5-дің 2,5-ге қатынасы бізде 9-дің 3-ге қатынасындай дейді. Мына 2 бөлшек өзара тең, яғни 7,5-ті 2,5-ге бөлетін болсақ 3 болады, 9-ды 3-ге бөлетін болсақ 3 болады екен. Яғни 2 бөлшек өзара тең екен. Келесі 2,5-тің 10-ға қатынасы бізде берілген бөлшекке тең екен. Тең болады 12-ден 3. Екеуінде де 0,100-ден 25 шығады. Сол себепті 2 бөлшек өзара тең екен. Келесі бізде қалған қандай сандар қалды? 12-ден 2 деген бөлшекпен бізде ең соңғы қалып қалған бөлшек осы екеуін теңестіреді екенбіз. 42-ден 7. 2 бөлшектің де жауаптары бірдей болады. Келесі екінші есеп
74-ші есептің екіншісіне тоқталайық. Екіншісінде бізде көрсетіп кетейін. Біреуін 14-тің 21-ге қатынасы десе, оны 14-тің 21-ге қатынасы деп жазуға болады. Яғни 14-тің 21-ге қатынасы бізде 36-ның 54-ке қатынасына тең екен. Келесі екінші 18-дің 24-ке қатынасы ол бізде 6-ның 8-ге қатынасына тең екен. Келесі 15-дің 10-ға қатынасы ол бізде 27-ның 18-ге қатынасына тең. Келесі 20-ның 35-ке қатынасы ол 8-дің 14-ке қатынасына тең екен. Сонымен 74-ші есеп аяқталды. Енді 75-ші есепке тоқталайын. 75-ші есепте пропорцияның белгісіз мүшесін табыңдар дейді. Біреуін көрсетіп жазайын. Бірінші x бөлінген 20 тең 2 бөлінген 5 болса, оны x бөлінген 20 тең 2-нің 5-ке қатынасы деп жазуға болады. Осы жерде x табатын кезде мына берілген бөлшекті қайтадан жазамын. Мына бірінші бөлшектің бөлімі екінші бөлшектің алымымен көбейтілу керек. Сол кезде біз былай жаза саламыз. 40-ты 5-ке бөлеміз, бізде жауабы 8 болады екен. Келесі екінші есеп. X бөлінген 18 тең болады 7 бөлінген 9. Енді бөлшек түрінде жазайық. X бөлінген 18, 7 бөлінген 9. Енді бұл жерде X табу үшін берілген бірінші бөлшекті сол күйі қозғамаймыз. Бөлшектің бөлімін алымына көбейтеміз, яғни 18-ге көбейтеміз. Екеуін қысқартамыз 9-ға. Екеуін көбейтеміз, бізде жауабы 14 болады екен. Келесі үшінші есепке тоқталайық. Үшінші есепте бізде x бөлінген 18 тең 2 бөлінген 3. X табуымыз керек. 2 бөлінген 3-ті соге жазамыз. 18-ді бөлшектің бөлімін алымына көбейтуіміз керек. Екеуін қысқартып жібереміз. 6, екеуін көбейтеміз. 12 болады екен. Келесі төртінші есеп. 6 бөлінген x тең 3-тің 7-ге қатынасы. Екі бөлшектің екеуінде орындарын ауыстыруға болады. 6-ны x-қа бөлеміз, 7-ні 3-ке бөлеміз. Бұл жерде x табатын болсақ, 7 бөлінген 3-ті соғи жазамыз, 6-ны 7-мен көбейтеміз. Қысқарту жұмысын жүргіземіз. 2, сонымен жауабы 14. Келесі 5-ші есепке тоқталайық. 5-ші есепте 5 бөлінген 9 тең 15 бөлінген x. Дәл жаңағыдай орындарын ауыстыруға болады. 9 бөлінген 5, x бөлінген 15. Енді x табу үшін x тұрған бөлшек соғи қозғалыссыз қалады. Яғни мына жерде 9 бөлінген 5-ті қозғамаймыз. 9 бен 5-ті көбейтуіміз керек. Онда мына жерге 15 болады екен. 9 бен 15 көбейтілді. Енді осы жерден қысқарту жұмысын жүргізіп алайық. 3, екеуін көбейтеміз, қалған сандарды көбейтеміз, жауабы 27. 6-ші есепке тоқталайық. 12 бөлінген 7 тең болады 60 бөлінген x. Жаңағыдай теңдіктің екі жағында ауыстыруға болады. X бөлінген 60 тең 7 бөлінген 12. Енді бұл жерден x табуымыз керек. X табу үшін 7 бөлінген 12 қозғалмайды. 60 бөлшектің бөліміне барады. Екеуін қысқартамыз, 5 болады, көбейтеміз, 35 болады екен. Жауабы 35.
Келесі 76-шы есепке тоқталайық. Берілгенін жазайық. Бірінші 8 бөлінген 14 тең x бөлінген 35. X табу үшін теңдіктен кейінгі бөлшек қозғалмайды. 35 8-бен көбейтіледі. Алымында бөлімді 7-ге бөлеміз. 2 болады. 7-ге бөлсек 5 болады. Екеуін көбейтіп 2-ге бөлетін болсақ, бізде 20 болады екен. Келесі екінші есепке тоқталайық. Екінші есепте 7 бөлінген 28, x бөлінген 12. Енді x табу үшін теңдіктен кейінгі бөлшекті қозғамаймыз. Бөлшектің бөлімі алымымен көбейтіледі. Екеуінде 7-ге қысқартып жіберемін, 4 болады. Енді қалып қалған сандар 12-ні 4-ге бөлемін, 3 болады екен. Келесі үшінші есеп. 4 бөлінген x тең болады 6 бөлінген 18. Бөлшектің екеуінде ауыстыруға болады. X бөлінген 4, 18 бөлінген 6. Енді өшірген x табу үшін 18-ді 4-ге көбейтеміз. Оны шыққан санды 6-ға. Енді бұл жерде қысқарту жұмысын жүргізіп алайық. 3 екеуін көбейтеміз. Бізде 12 болады екен. Келесі төртінші есеп. Төртінші есеп бізде 14-тің 10-ға қатынасы тең болады 21-дің x-қа қатынасы. Екеуінің орындарын ауыстыруға болады. 10 бөлінген 14 тең x бөлінген 21. Енді x табу үшін мына берілген бөлшек қозғалмайды. 21 10-ға көбейтіледі. Енді бұл жерде екеуінде алымда бөлімді 7-ге қысқартайық. 2 7-ге қысқартсақ 3 болады. Енді көбейтсек 30, оны 2-ге бөлетін болсам, енді 15 шығады екен. Келесі 5-ші есепке тоқталайық. 5-ші есеп. X бөлінген 10 тең болады 18 бөлінген 60. X табуымыз керек. 18 бөлінген 60-ты қозғамаймыз. 10-ды 18-бен көбейтеміз. Нөлдерін қысқартып жіберейік. Бізде 18 бөлінген 6 қалды. Онда жауабы 3. Келесі 6-шы есепке тоқталайық. 45 бөлінген 25 тең 18 бөлінген x. Екеуінің де орындарын ауыстыруға болады. 25 бөлінген 45 x бөлінген 18. Өшірген x тауып алайық. X табу үшін біз теңдіктен кейінгі санды қозғамаймыз. 25 алымына 45 бөліміне енді 18 25-пен көбейтілу керек, онда 18 болып жазылады. Енді бұл жерде қысқарту жұмысын жүргізейік. Алымында бөлімінде 9-ға қысқартайық. 2 болады, 5 болады. Енді 25-ті 5-ке бөлейік. 5 болады, 5-ті 2-ке көбейтейік, 10 болады екен. Жауабы 10. Енді келесі 77-ші есеп. Бізге берілген сандар арқылы пропорция құрастыр дейді. Ал бастайық. Бізде 6, 12, 4, 8 деген сандар. 6-ның 12-ге қатынасы, 4-тің 8-ге қатынасы, 2 қатынас өзара тең. Бұл жерде екеуінде 6-ға қысқартып жібереміз. Мына жерде алымда бөлімді 4-ге қысқартып жібереміз. Сол кезде бізде 2-ден 1 тең 2-ден 1 болады екен. Яғни теңдік орындалады. Келесі екінші есепте бізге 3, 5, 15, 25.
Енді қатынас жасайық. 3 бөлінген 15 тең 5 бөлінген 25. Мына жақта бізде 3-ке қысқартып жіберейік, мына жақта 5-ке қысқартып жіберейік. Сол кезде 3-ке қысқартатын болсаң 5-тен 1 болады, тең 5-тен 1 болады екен. Келесі үшінші есеп 17, 49, 70. Қатынас жасайық. 70-те 10 тең болады 49-та 7. Каналға жазылуды ұмытпаңыздар, достарыңызға таратыңыздар. Жақсы, сау сәлеметте болыңыздар.